Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 158-ші сабақта қарастырамыз. Құрама фигуралардың ауданын анықтауды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Электрлі суасты қайығының қай жылы пайда болғанын анықта дейді. Ертеректе 1870 жылы Жюль Верн 20 мың ле су астында романында ержүрек капитан Немоның басшылығымен жүзген Наутилус суасты кемесін сипаттайды. 90-шы жылдан кейін өткен ғасырдың 60-шы жылдары шынайы электрлік сүңгуір қайықтар пайдалануға берілді. Олай болса, 1870-ке қосамыз 90-ды. Сонда 1960 болады. Себебі 90-шы жылдан кейін деп тұр ғой. Яғни электрлік сүңгуір қайықтар 1960 жылы пайдалануға берілген екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Осындай геометриялық фигуралар дайында. Олардан құрама фигуралар құрастыр. Олардың ауданы нешеге тең болады дейді. Алдымен осы фигураларды бір-біріне қосып, осындай құрама фигуралар құрастырып аламыз. Одан кейін олардың ауданын табамыз. Алдымен тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін S1 деп белгілейік, ұзындығын еніне көбейтеміз. Екінші үшбұрыштың ауданын табу үшін үзік сызықтар арқылы тіктөртбұрышқа теңестіріп алып, ұзындығын еніне көбейтіп, оны 2-ге бөлеміз. Сонда үшбұрыштың ауданы шығады. Ал шаршының ауданын табу үшін ол екі қабырғасының көбейтіндісіне тең, яғни А-ның квадраты деп аламыз. Ал енді құрама фигураның ауданын табу үшін осы S1, S2, S3-ті қоссақ құрама фигураның ауданы шығады. Есімізге сақтап алайық. Құрама фигуралардың ауданы оның құрамындағы фигуралардың аудандарының қосындысына тең болады. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Фигуралардың ауданын есептеуді әртүрлі тәсілмен орындауға бола ма дейді. Алдымен бірінші құрама фигураға назар аударайық. Яғни бұл құрама фигура. Бұл фигураны мына жерден сызық арқылы 2-ге бөлсек, біріншісі тіктөртбұрыш болады, оны S1 деп белгілейік. Екіншісі шаршы болады, оны S2 деп белгілейік. Енді тіктөртбұрыштың ұзындығын табайық. Тіктөртбұрыштың ұзындығын табу үшін 2-ге 2-ні қосамыз, сонда тіктөртбұрыштың ұзындығы 4 сантиметрге тең. Ал ені өзі белгілі 3 сантиметр. Енді ауданын табу үшін 4 сантиметрді 3 сантиметрге көбейтсек, ауданы 12 квадрат сантиметрге тең болады. Енді екінші шаршы. Шаршының бір қабырғасы 2 сантиметрге тең екен. Енді бұл шаршының ауданын табу үшін бір қабырғасының квадратын табамыз, яғни 2-ның квадратын табамыз. Сонда 4 квадрат сантиметрге тең. Енді жалпы құрама фигураның ауданын табу үшін S1-ге S2-ні қосамыз, яғни тіктөртбұрыштың ауданына шаршының ауданын қосамыз. Яғни 12 сантиметрге 4 квадрат сантиметрді қосамыз, сонда құрама фигураның ауданы 16 квадрат сантиметрге тең болады. Енді екінші құрама фигураның ауданын табайық. Бұл фигураны да 2-ге бөліп аламыз. Бірінші тіктөртбұрышты S1, екінші тіктөртбұрышты S2 деп белгілейміз. S1-дің ұзындығын табамыз. Ұзындығын табу үшін 2-ге 2-ні оған 1 сантиметрді қосамыз, сонда ұзындығы 5 сантиметрге тең. Ал ені 2 сантиметрге тең екен. Енді осы тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Яғни 5 сантиметрді 2 сантиметрге көбейтеміз, сонда ауданы 10 квадрат сантиметрге тең болады. Енді келесі S2 тіктөртбұрыштың ауданын табамыз. Яғни ұзындығы 2 сантиметрге тең екен, ал ені 3 сантиметрге тең екен. Ауданын табу үшін 2 сантиметрді 3 сантиметрге көбейтеміз, сонда ауданы 6 квадрат сантиметрге тең болады. Екінші тіктөртбұрыштың. Енді осы құрама фигураның жалпы ауданын табу үшін бірінші тіктөртбұрыштың ауданына екінші тіктөртбұрыштың ауданын қосамыз. Яғни 10 квадрат сантиметрге 6 квадрат сантиметрді қосамыз, сонда құрама фигураның ауданы 16 квадрат сантиметрге тең болады. Келесі төртінші есепке назар аударайық.
Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін есепте дейді. Яғни амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін табамыз. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Тік төртбұрыш пен шаршыдан құралған фигура сал, оның ауданын есепте дейді. Яғни шаршыдан және тік төртбұрыштан құралған осындай құрама фигура саламыз. Шаршыны S1, тік төртбұрышты S2 деп белгілейміз. Алдымен шаршының ауданын тауып аламыз. Шаршының бір қабырғасы 4 см, ауданын табу үшін сол ұзындығының квадратын табамыз. Яғни 4-тің квадратын табамыз. Сонда ауданы 16 квадрат сантиметрге тең болады. Бұл шаршының ауданы. Енді S2, яғни тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Ұзындығы 8 см, ені 4 см. Сонда тік төртбұрыштың ауданы 32 квадрат сантиметрге тең болады. Енді жалпы құрама фигураның ауданын табу үшін шаршының ауданына тік төртбұрыштың ауданын қосамыз. Яғни 16 квадрат сантиметрге 32 квадрат сантиметрді қосамыз. Сонда құрама фигураның ауданы 48 квадрат сантиметрге тең болады. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Есеп құрастыр және оны шығар дейді. А нұсқасына қараймыз. Айлақтан бір уақытта бірінен бірі қарама қарсы екі бағытқа моторлы қайықтар шықты. Біріншісі 24 км сағат, екіншісі 28 км сағат жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтықтары қандай болады дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жасап алайық. Бірінші моторлы қайықтың жылдамдығы 24 км сағат. Бұны V1 деп белгілейміз. Ал екінші моторлы қайықтың жылдамдығы 28 км сағат. Бұны V2 деп белгілейміз. Уақыт белгілі 4 сағат. 4 сағаттан кейінгі олардың арақашықтықтарын табамыз. Ол үшін алдымен қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін бірінші қайықтың жылдамдығына екінші моторлы қайықтың жылдамдығын қосамыз. Яғни 24 км сағатқа 28 км сағатты қосамыз. Сонда қашықтау жылдамдығы 52 км сағатқа тең болады. Енді 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығын табу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Яғни 52 км сағатты 4 сағатқа көбейтеміз. Сонда арақашықтық 208 км-ге тең болады. Яғни 4 сағаттан кейін олардың арақашықтықтары 208 км болады екен. Келесі осы 6-шы есептің ән нұсқасына назар аударайық. Берілген есепке кер есеп құрастыр, сызбасын сал дейді. Яғни 2 айлақтың арақашықтығы 208 км. Бірінші моторлы қайықтың жылдамдығы 24 км сағат, екінші моторлы қайықтың жылдамдығы 28 км сағат. Бірнеше сағаттан кейін олардың арақашықтығы 208 км болды. Яғни неше сағаттан кейін олардың арақашықтығы 208 км болғанын табамыз. Ол үшін қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Бірінші моторлы қайықтың жылдамдығына екінші моторлы қайықтың жылдамдығын табамыз. Яғни 24 км сағатқа 28 км сағатты қосамыз. Сонда қашықтау жылдамдығы 52 км сағатқа тең болады. Енді уақытты табу үшін арақашықтықты қашықтау жылдамдығына бөлеміз. Яғни 208 км-ді 52 км сағатқа бөлеміз. Сонда уақыт 4 сағатқа тең болады. Яғни 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 208 км болады екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Транспортердің көмегінсіз белгісіз бұрыштардың шамасын анықта дейді. Алдымен бұл жерде ережені есімізге түсіріп алайық. 3 бұрыштың барлық бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болады. 3 бұрыштың белгісіз бұрышын анықтау үшін белгілі 2 бұрышын қосып 180 градустан азайтамыз. Яғни бірінші фигураға назар аударайық. 55-ке 45-ті қосамыз 100 болады.
180-нен 100-ді азайтсақ 80 болады. Яғни А бұрышы 80 градусқа тең екен. Енді екінші үш бұрышқа назар аударайық. 45-ке 60-ды қосамыз, 105 болады. 180-нен 105-ті азайтсақ 75 болады. Яғни В бұрышы 75 градусқа тең екен. Келесі үшінші үш бұрыштың белгісіз қабырғасын табу үшін 30-ға 95-ті қосамыз, 125 болады. 180-нен 125-ті азайтсақ 55 болады. Яғни С бұрышы 55 градусқа тең екен. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Диаграммада берілген мәліметтер бойынша есеп құрастыр дейді. Диаграммада фантаст жазушылардың кітабын оқыған бір мектептің сынып оқушыларының саны көрсетілген. Сұрақтарға жауап бер дейді. Қай сыныпта кітап оқитын оқушылар көп дейді. Яғни 4-ші Б сыныбында кітап оқитын оқушылар көп екен, яғни 30 оқушы. Қай сыныпта кітап оқитын оқушылар аз дейді. Олар 4-ші В сыныбы 18 оқушы екен. Келесі, қай сыныптарда кітап оқитын оқушылардың саны тең дейді. Яғни 4-ші А сыныбы, 4-ші Г сыныбы және 4-ші Д сыныбы. Оларда 26 оқушыдан екен. Яғни 4-ші А, 4-ші Г, 4-ші Д сыныбының оқушыларының саны тең екен. Енді осы диаграмманы және диаграммадағы мәліметтерді пайдаланып есеп құрастырайық. 4-ші В сыныбында 30 оқушы бар. 4-ші В сыныбында 18 оқушы бар. 4-ші Б сыныбында 4-ші В сыныбына қарағанда неше оқушы көп? Яғни неше оқушы көп екенін табу үшін 30-дан 18-ді азайтамыз, сонда 12 болады. Яғни 4-ші Б сыныбында 12 оқушы көп екен. Келесі 9-ші есепке назар аударайық. Дұрыс жауапты таңда дейді. Екі балада 8 алмұрт болды. Бірінші бала 1 алмұртты, екінші бала 3 алмұртты жегеннен кейін оларда алмұрт теңдей болды. Әр қайсында неше алмұрттан болған? Яғни бұл жерде дұрыс жауап екіншісі болады. Себебі 5 алмұрттан екінші баланың жеген 3 алмұртын алып тастасақ 2 алмұрт қалады. Ал 3 алмұрттан бірінші баланың жеген 1 алмұртын алып тастасақ 2 алмұрт қалады. Яғни 2 балада да 2 алмұрттан теңдей болды. Яғни екінші балада 5 алмұрт, бірінші балада 3 алмұрт болған екен. Келесі 10-шы есепке назар аударайық. Фигураның ауданын есепте дейді. Яғни құрама фигураның ауданын есептейміз. Яғни құрама фигуралардың ауданын табамыз. Ол үшін бірінші үш бұрышты S1, екінші тіктөртбұрышты S2, үшінші үш бұрышты S3 деп белгілеп алайық. Одан кейін үш бұрыштарды үсік сызықтар арқылы тіктөртбұрышқа теңестіріп аламыз. Яғни бірінші тіктөртбұрыштың ауданын табамыз. Ол үшін ұзындығы 7 см, ені 2 см. 7-ні 2-ге көбейтеміз, 14 болады. Енді үш бұрыштың ауданын табу үшін 14-ті 2-ге бөлеміз, сонда 7 квадрат сантиметр. Яғни бірінші үш бұрыштың ауданы 7 квадрат сантиметрге тең екен. Енді ортадағы тіктөртбұрыштың ауданын табамыз. Ұзындығы 7 см, ені 4 см. Ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Яғни 7 см-ді 4 см-ге көбейтеміз, сонда ауданы 28 квадрат сантиметрге тең екен. Енді келесі үшінші үш бұрыштың ауданын табамыз. Ол үшін бұл үш бұрышты да үсік сызықтар арқылы тіктөртбұрышқа теңестіріп алып, тіктөртбұрыштың ауданын табамыз. Ұзындығы 7 см, ені 4 см. Ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Яғни 7 см-ді 4 см-ге көбейтеміз, 28 квадрат сантиметр болады. Ал енді үш бұрыштың ауданын табу үшін сол 28-ді 2-ге бөлеміз. Сонда
үш бұрыштың ауданы 14 квадрат сантиметрге тең екен. Енді жалпы осы құрама фигураның ауданын табу үшін S1-ға S2-ні оған S3-ті қосамыз. Яғни 7 сантиметрге 28 сантиметр, оған 14 сантиметрді қоссақ, 49 квадрат сантиметр болады. Яғни мына құрама фигураның ауданы 49 квадрат сантиметрге тең екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.